Кайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер, кайырлы күн, құрметті менің YouTube'тағы оқырмандарым. Мен сіздермен бүгін жүздесіп отырғаныма өте қатты қуаныштымын. Мен бүгін кезекті видеомда Тяньшидің балаларға арналған кальций жөнінде толыққанды түсіндіріп айтып өтетін боламын. Бұл кальций адам организміне не үшін қажет, яғни бұл кальцийдің құрамы және балаларда қандай ауруларға ем деген сауалдарға мен жауап бере кететін боламын. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шықса, лайк және комментарий қалдырыңыздар, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Және де келесі видеода сіздер қандай өнімменен бөліскенімді қалайсыздар, толыққанды ақпарат алғыларыңыз келеді, сол жөнінде комментарийға жаза кетіңіздер. Бұл өнім негізі сиырдың бұзауының сүйегінен жасалады. 1 жаспенен 13 жастағы балаларға арналған. Сол балалардың өсу қабілеті, сүйегінің өсуі, сүйегінің өсу структурасы әртүрлі болады. Әр балада әртүрлі болады. Сол әртүрлі болғаннан кейін, сол әртүрлі ерекшелікті зерттеп, сол балалар үшін арнайы жасалған кальций екен. Бұл кальцийдің құрамында 3 түрлі микро-макро элементтер бар. Және сонымен қатар 4 түрлі үлкен основной элементтен тұрады екен. Оның бірінші элементі темір, екінші элементі амин қышқылы, үшінші элементі цинк, яғни мырыш, төртінші элементі таурин лецитин. Сіздер амин қышқылында естіп жүрсіздер, темірді де білесіздер, және цинкті да тоже естіп жүрсіздер, яғни мырыш. Менің бүгінгі основной тоқталатыным төртінші таурин лецитин деген элемент адамға не үшін қажет? Бұның құрамында не үшін таурин лецитин деген элемент бар, сол жөнінде айта кететін боламын. Таурин лецитин балалардың өмірінде өте үлкен маңызға ие элемент. Ол элемент жетпесе, балалар көптеген ауруларға шалдығады. Бұл таурин лецитин баста және адамның ақыл есінде, жалпы балалардың өмірінде ең үлкен маңызға ие элемент екен. Осындай керемет 3 түрлі микро-макро элементтерге бай және основной 4 түрлі жоғарыда айтылып өтілген элементтерге бай бұл балалардың детский кальцийі. Бұл балалардың қандай ауруын емдейді? Бұның кейбір кезде детский врач деген атауы бар. Детский врач. Яғни балалардың қандай болмасын ауруы, рахит болсын, ДЦП болсын, гидроцефалия, жалпы умственный отсталый, иммунитеттің төмендігі, баланың яғни тамаққа тәбетінің нашарлауы қазір осы өмірімізде көп кездесіп жатқан. Және көбісіне балалар аузына тырнағын салып, яғни тырнақтағы кальцийдің жетіспеушілігі барлығын осы детский кальций шешеді екен. Детский кальцийдің детский врач деген атауы бар. Яғни балаларға арналған барлық аурулардың бірден-бір емі. Осы сіз детский кальцийді беретін болсаңыз, балаңызда ешқандай ауру болмайды. Және балалардың диагнозына байланысты әртүрлі дозада беріледі. 13 жастағы балаға басқаша беріледі, 6 жастағы балаға басқаша беріледі. Және бізде өмірімізде тағы да бір нәрсе көп кездесетін, яғни балаларымыздың сабақты алмауы, яғни қабылдай алмауы. Сіз қанша оқыта бересіз, қаншалықты дәрежеде сіз түсіндіріп айта беріңіз. Ал
балага именно осы таурин, лецитин деген элемент жетіспеген жағдайда баланың сабақты алуы нашар болады. Сіз қаншалықты дәрежеде ұрып, соғып, нервіңізді жұқартып, сіз айта беріңіз. Именно сол элемент жетіспеген жағдайда баланың сабақ алуы нашар болады. Қараңызшы, мен бағана жоғарыда айтып кеттім, осы кальцийдің құрамында таурин, лецитин деген элемент бар. Егер осы сіз кальцийді беретін болсаңыз, балаңыз өзімен өзі болып, сабақты жақсы алып, сізді онша көп сұрақпенен мазаламайтын болады. Сонымен қатар өмірімізде көп кездесетін ауру рахит ауруы, және қазір балаларда көп кездесетін ауру ол сахарный диабет, ол онкология. Балалардың онкологиясына дейін біз естіп қалып жатырмыз. Әрине біз үшін ол өте ауыр, бірақ біз соны үнемі естіп жүрміз. Сол аурулардың алдын алу үшін, балалардың иммунитетін жоғары дәрежеде ұстап тұру үшін именно осы детский кальцийді күніне мүмкіншілігіңіз болса 3 мезгіл азанда, аш қарынға, түсте тамақтан бұрын және кешкі тамақтың алдын 3 мезгіл берсеңіз, сіз балалардың барлық ауруынан құтылатын боласыз. Және бұл сонымен қатар 2 қабат әйелдерге өте жақсы көмектеседі. Яғни 2 қабат әйелдерде ең бірінші бала ішке біткен кезде әйелден кальций алады. Сол кальцийді әйелдер именно осы кальцийді ішу арқылы толтырса, балада ешқандай патологиялық ақау, яғни анадан өмір айдынына келген кезде ешқандай диагнозбен туылмайтын болады. Осы кальцийді аналарымыз ішетін болса, балаларымыз ішетін болса, ешқандай ауруға шалдықпайды. Құрметті менің оқырмандарым, бизнес әріптестерім, менің бүгінгі берген сіздерге толыққанды ақпаратым егер ұнаған болса, осы детский кальцийға маған заказ беріп, өз балаларыңыздың денсаулығын өз қолдарыңызда ұстап, ауырмауын қамтамасыз ете аласыздар. Егер заказ беретін болсаңыздар, мен төменгі комментарияға өз номерімді қалдырып кететін боламын. Менің бүгінгі сіздерге детский кальций жөнінде берген ақпаратым ұнады деген ойдамын. Бір сөзбенен айтқанда, детский кальций балалардың барлық диагнозын емдеуге көмектеседі екен. Бала десе, детский кальцийді берсеңіз, сіз ешқандай балаңызда проблемаға жолықпайды екенсіз. Бала біздің болашағымыз. Сондықтан әр бала осы кальцийді ішіп, өз денсаулығын қалыпты ұстап тұруға нақты солай деп мен өзім есептеймін, нақты ұстап тұру керек. Сіздің балаңыздың қуанышы, ол өзіңіздің қуанышыңыз. Балаңыз ауырмаса, сізде бақытты ғұмыр болады. Балаларыңыз ауырмасын, осы кальцийді беріп, сіздер балаларыңыздың иммунитетін жақсы дәрежеде көтеріп, бақытты балалық шақ балаларыңызға сыйлаңыздар. Менің келесі видеомда жүздескенше саламатта болыңыздар, аман болыңыздар.